Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, нөмірі 174 мектеп гимназия. Әдебиеттік оқу пәні бойынша 2-ші сынып оқушыларының өзіндік жұмысы 4-ші тоқсан. 82-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы: жыл мезгілдері. Мақсаты: кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттап, мінез-құлқы мен іс-әрекетіне баға беремін. Күтілетін нәтиже: ертегіні түсініп оқимын. Ертегі кейіпкерлердің сыртқы сипатын сипаттаймын. Ертегі кейіпкерлердің іс-әрекетіне баға беремін. Балалар, мына ағашқа мұқият назар аударып, тақырыппен қандай байланысы бар екенін айтайық. Ертегі, жыл мезгілдері. Ғасыр бабаның жыл атты жалғыз ұлы болыпты. Жыл 4 перзент сүйіпті. 2 ұл, 2 қыз. Үлкені қыз шатақ мінезді, ә десе мә деген сотқарлау, басынан сөз асырмайтын қиқар болыпты. Содырлау болғанмен, әкесі оның бір біткейлігі шымырлығы үшін жақсы көріпті. Екіншісі көктем, жұрттан асқан көрікті, жаны да нәзік, сұлу қыз болып өсіпті. Нені болса да шын жүрегімен қабылдайтын, сезімсалдығы мен көркемдігі үшін оны бәрі жақсы көреді екен. Үшіншісі жаз, әпкесіне қарағанда ашық жарқын, жайдары мінезі көңілді қыз болып өсіпті. Ол аузын ашса көмейі көрінетін адалдығымен, таңғы шықтай мөлдір пәктігімен көпке ұнапты. Ал ең кенжесі күз өте ерке болып өсіпті. Сәл нәрсеге бола ренжіп, бұртиып, қабағын түйе қалады екен. Кейде балаларға өкпелеп, әрең іркіп тұрған көз жасын тия алмай, төгіп-төгіп жібереді екен. Әйтсе де күз жомарттығы мен ақ көңілдігі үшін бәрі де ұнатыпты. Ертегіні тыңдап болсақ, бірінші тапсырма: ертегі мазмұны бойынша кестені толтыр. Бірінші бағанға жыл мезгілдерінің атын жаз. Екінші бағанға әр кейіпкердің сипатын жаз. Үшінші бағанға әр кейіпкердің іс-әрекетін баға беріп, өз пікіріңді жаз. Сонымен балалар, кесте алдымызда. Бірінші бағанға мезгілдерді жазамыз. Екінші бағанға кейіпкерді сипаттаймыз. Үшінші бағанға кейіпкердің іс-әрекетін бағалап жазамыз. Кері байланыс. Алмабекке ағаштарды қалай күту керектігі жайлы 5 кеңес жазып жібер. Екінші тапсырма: кейіпкердің суреті әдісі. Ертегінің бір кейіпкерін таңда. Таңдаған кейіпкердің мінез-құлқы жайлы қайталап оқы. Таңдаған кейіпкердің ертегі мазмұнына сәйкес суретін сал. Кері байланыс. Алмабекке ағаштарды қалай күту керектігі жайлы 5 кеңес жазып жібер. 5 жолды өлең әдісі. Өзің ұнатқан жыл мезгілі туралы 5 жолды өлең құрастырып жаз. Осымен сабақ аяқталды. Дайындаған бастауыш сынып мұғалімі Нұргүл Сембек. Сау болыңдар балалар. Келесі сабақта кездескенше.